Сәлем достар, бүгін тұздалған қызыл капуста, яғни капуста по-гурийски дайындайтын боламыз. Қытырлақ тәбетті ашатын, ең бастысы пайдалы, уксуссыз дайындалады. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын арнама тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен қажет нәрселерді дайындап аламыз. Мен үлкен 1,5 капуста, 3 қызылша, 1 чеснок, лавровый лист, тұз және горошек қара бұрышты дайындап қойдым. Барлығын тазалап жуып, қабығын ашып, турап дайындап аламыз. Қызылшаны осылай ұзынша етіп тураймыз. Лавровый лист жуып дайындаймыз. Және де капустамызды осылай үлкен-үлкен бөлшектерге бөліп аламыз. Қатты жерін кесіп алып тастаймыз. Ыдысқа 4 ас қасық тұз қосып, қайнап тұрған ыстық суды құйып, тұз ерігенше араластырып дайындап қоямыз. Енді капустамызды ыдысқа орналастырамыз. Лавровый лист, чеснок, горошек, черный перец, қызылшаны кезек-кезек орналастырып отырамыз. Барлығын орналастырып алғаннан кейін жаңағы тұзды суымызды құямыз. Мен тағы да 4 ас қасық тұз қосып, жасап алып тағы да құйдым. Жетпей қалған жеріне тағы да ыстық су құйып жібереміз. Суы бетіне шығып тұруы қажет. Енді тарелкамен бетін жауып, үстіне ауыр зат қоямыз. Мен 8 литрлік бутылкаға су құйып осылай қойдым. Бөлме температурасында осылай 1-2 күн тұру қажет. Менде 2 күн тұрды. Осындай қызғылт түске боялды. Енді жеуге ыңғайлы болу үшін банкаларға капустаны осылай бөлшектерге бөліп банкаға орналастырып алдым. Қызылшаларды ұзынша етіп турап, чесноктарын да турап салсаңыздар, дастарханға қоя салуға ыңғайлы болады.
осылай банкаларға салып суын құйып, бетін жай ғана крышкамен жаба салып холодильникте сақтаймыз. Дайын уже жей беруге болады. Осындай қытырлақ пайдалы болып шығады. Қыста жеуге өте пайдалы, витаминді. Арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Басқа да жаңа видеолар шығады. Міндетті түрде арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Назарыңызға рахмет.